Сәлем оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен ұбт география 8 сынып бойынша жаңа сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бұл өзен аңғарының құрылысы және өзендердің гидрологиялық құрылысы. Осының ішінде бүгін біз сіздермен қарастырамыз өзен аңғарының құрылысы және де оны құрайтын элементтер және өзендердің гидрологиялық режимі. Кеттік. Бірінші, өзен ағысы бұл өзі ағу барысында арна айналасындағы, яғни арна айналасы дегеніміз мына жерлер. Мысалға, мына жерде өзен ағып жатыр, иә? Осының жан жағындағы мынандай тік құрғақ бөліктер арна айналасы деп аталады. Ал мына өзеннің ағатын жері тікелей бұл арнасы. Осы өзен өзінің ағу барысында арна айналасында тау жыныстарын бұзып, ағызып әкетіп, жаңа өзен арнасын қалыптастырып отырады. Яғни жаңа каналдар қалыптасады мына жақта өзен су ағатын. Өзеннің осындай әрекеті бізде эрозия деп аталады. Эрозия бізде екіге бөлінеді. Бірінші бүйірлік және түпкі эрозия деп. Бүйірлік эрозия бұл жазық жерлерде болады, яғни жазық жерлерді су шайған кезде сол жердегі құнарлы топырақты жалпы мынандай қатты топырақтың бөліктерін су өзімен бірге алып кетіп, жер бедерін бұзады. Осыны біз бүйірлік эрозия деп атаймыз. Ал түпкі эрозия бұл таулы жерлерде, яғни таулы жер өзендерінде ерекше қарқын алады. Мысалға, мына жерде қарасақ, таудың төменгі бөліктерін өзен суы шайып өтіп, бұл жердегі тау жыныстарын өзімен бірге алып кеткен. Міне осыны біз түпкі эрозия деп атаймыз. Өзеннің құяр жері бұл бізде сағасы, яғни қалыптасу ерекшелігіне қарай эстуарий және атырау деп екіге бөлінеді. Дельта деп. Эстуарий жасап құятын өзендерге біз мына жерде Темза, Сена, Енисей, Парана, Конго өзендерін жатқызамыз. Яғни мына жерде атырау мен эстуарийдің айырмашылығы, яғни эстуарий мына жерде мынандай үлкен көл болса, осыған тіп-тіке келіп осылай құяды. Ал атырау жасап құятын өзендер осылай көлге құятын жерінде мынандай үшбұрыш жасап құяды. Осылай үшбұрышқа бөлініп, осыны дельта деп атаймыз. Яғни гректердің дельта деген әрпінен шыққан. Дельта әрпін білесіздер, осындай үшбұрышқа ұқсас. Осыны өзеннің дельтасы деп атайды. Ең үлкен эстуарий әлем бойынша Парана өзен сағасындағы Ла-Плата шығанағына сәйкес келеді. Осы жерде орналасқан. Атырау жасап құятын өзендерге, яғни дельтасы бар өзендерге біз Ніл, Лена, Еділ, Ориноко сияқты өзендерді жатқызамыз. Мысалға, мына суретте бізде Ніл өзенінің дельтасы көрсетілген. Яғни Ніл өзенінің мына жақтан оңтүстіктен ағып келіп, осылай мына жерге жерорта теңізіне құяр жерінде осындай үлкен дельта жасайды. Үш бұрыштан. Осы өзендер жатады. Аңғарлар. Аңғарлар дегеніміз бұл өзеннің айналасындағы жасыл желіктер. Немесе өзен суымен қоректеніп тұрған айналасындағы үлкен оазистерді өзеннің аңғары деп атаймыз. Өзеннің аңғарлары жер бедері сипатына қарай таулы және жазық аңғарларға бөлінеді. Мысалға, мына суретте қарасақ, бізде тау өзенінің айналасындағы аңғарды көре аламыз. Бұл жерде ағаштар өскен, мына жерде көгалдар пайда болған, және де адамдар бұл жерге келіп қоныстанған. Яғни өзен аңғарларында адамның өмір сүруіне қолайлы орта пайда болады. Қазақстанның Ертіс, Есіл, Тобыл, Жайық, Сырдария өзендерінің аңғарлары шаруашылыққа кең қолданылады. Яғни бұл өзендердің суы мол. Соған сәйкес бұлардың айналасындағы жерлер өте құнарлы болып келеді. Және де су жеткілікті болғандықтан ауыл шаруашылығында өсіруге өте ыңғайлы жағдайлар қалыптасқан осы аймақтарда. Мысалға, мына өзеннің аңғары, мына суреттегі өзеннің аңғары бізде Ертіс өзеніне ұқсайды. Бұның айналасына қарасаңыздар, ағаштар өскен, мына жақта мал жаюға болатын үлкен жайылымдар пайда болған. Не осындай шаруашылыққа қолайлы жағдайлар қалыптасады өзеннің жан-жағында. Өзен аңғарының негізгі элементтеріне бізде арна,
жайылма және терраса жатады. Арна дегеніміз бұл өзеннің постоянно ағатын мынандай жолы, яғни өзеннің жолы бізде арна деп аталады. Сосын жайылма дегеніміз бұл өзен суы осы көктемде, жаңбыр жауған кезде, қар еріген кезде тасиды. Сол тасыған кезде су жайылатын жерді біз жайылма деп атаймыз. Сосын терраса дегеніміз осы жайылмалардың үстіндегі, яғни өзенге кіретін аймақтар. Бұлар терраса деп аталады. Саңылау дегеніміз бұл V әрпі тәріздес, яғни ағылшынша V әрпіне тәріздес терең аңғар. Яғни саңылау деген мына суретте көрсетілгендей осындай терең шұңқыр құздарды саңылау деп атаймыз. Сосын каньон бұл жағалардың беріктігі әртүрлі қабаттала жиналған тау жыныстарын судың қазып тілімдеу нәтижесінде қалыптасқан жерлерді біз каньон деп атаймыз. Яғни осы әлемдегі ең үлкен каньондар судың арқасында қалыптасқан. Яғни өзен суы мына жердегі таулар арқылы ағып, осы жердегі бос, яғни өте жұмсақ материалдарды өзімен бірге ағызып әкетіп, мына аймақта үлкен каньондарды қалыптастырады. Өзендердің гидрологиялық режимі. Өзендердің гидрологиялық режимі дегеніміз бұл өзеннің толысуы, және де ол өзен суының қоректеніп отыруы, кейіннен оның тартылуы, және де тағы басқа қасиеттері. Осыны біз өзеннің гидрологиялық режимі деп атаймыз. Өзен суы әртүрлі жолмен толығады. Өзендердің негізгі қоректену көздеріне біз бірінші мұздықтар, қар суы, жаңбыр суы, жер асты суы және де аралас қоректенетін өзендер деп жіктеледі. Өзендер режимі жыл мезгілдеріне сәйкес өзгеріп отырады. Мысалға біздің Қазақстанда өзендер көбінесе осы көктемнің кезінде толығып отырады. Неге? Себебі көктемнің кезінде Қазақстанның көп бөлігінде қар еріп, тиісінше өзендер суы да артады соған байланысты. Немесе мына жақта оңтүстік және оңтүстік шығыс Азияда муссонды климат кезінде мол жаңбыр осы өзендерді толықтырып, яғни өзендер тасиды осы аймақтарда жылына 2 рет. Және де осы өзендердің тасуынан апатты тасқындар пайда болады. Мұздық суымен қоректенетін өзендер. Бұл өзендер жаздағы су шығыны 80%-ді құрайды. Бұндай өзендерге біз қиыр солтүстіктегі Исландия, Шпицберген, Франц Йосиф аралдары және Скандинавия тауларынан басталатын өзендер жатады. Яғни мына жердегі мұздықтар жазда кішкене еріп, бұлардың сулары өзендерге барып құяды. Сол себептен өзендер суы толысып отырады, және де бұл мұздық суына тәуелді өзендердің ең көп ағатын кезі жаздың ортасына сәйкес келеді. Яғни осы кезде су шығыны 80%-ді құрайды. Қар суымен қоректенетін өзендер көктемнің аяғы мен жаздың басында суы мол болады бұндай өзендерде. Осы кезде жылдық ағынның шамамен 50% ағып өтеді бұл өзендерден. Қазақстан өзендері қосымша қар суымен және жаңбыр суымен қоректенеді. Су шығыны бізде 85-95% мына өзендерге сәйкес келеді. Яғни Ембі, Сағыз, Торғай және де тағы басқа өзендер. Осы өзендерде қар суы толған кезде қар суынан көктемде су шығыны 85-95%-ді құрайды. Яғни су шығыны дегеніміз бұл өзеннің 1 секунд ішінде ағып өткен су мөлшері. Жылдық ағын дегеніміз бұл осы 1 жылдың ішінде осы өзен арқылы қанша мың су ағып өтеді. Қанша мың су ағып өтеді, соны біз өзеннің жылдық ағыны деп атаймыз. Су шығынының 50%-дан астамы көктем мен жазға келетін сәуір, шілде айлары. Осы кездерде бұл өзендерге біз Есіл, Нұра өзендер, осы өзендер жатқызамыз. Яғни Есіл мен Нұра бізде қар суына және де қосымша жаңбыр суымен қоректеніп отырады. Сосын биік таулы аймақтардан басталатын өзендер бұл бізде Ертіс, Сырдария, Іле.
Осы өзендерде бізде қар мен мұздық суларының үлесі басым. Яғни бұлар орталық Азияда Тянь-Шань тауларынан басталады. Мысалға, мына жерде Сырдария бізде Қырғызстанның территориясынан басталып, Өзбекстанды кесіп өтеді. Кейіннен Қазақстанға келіп, былай барып, Арал теңізіне құятын еді бұрын. Бірақ қазіргі таңда экологиялық апаттарға ұшырап, бұл өзеннің суы азайып, көбінесе бұл өзеннің суы мына Өзбекстанның территориясына қалып қояды. Климат жағдайлары аумақтағы өзен торының жиілігіне, ағын мөлшеріне, режиміне тікелей әсер етеді. Сондықтан да белгілі орыс климатологы Воейков өзендер климаттың өнімі деп атап кеткен. Яғни өзендер климаттың өнімі деген не мағына береді десеңіздер, бұл яғни өзендер көбінесе климатқа тәуелді, және де өздеріндегі судың көп бөлігін сол климаттан алады. Мысалға, қар жауған кезде, жаңбыр жауған кезде, қар еріген кезде, және де тағы да басқа кездерде. Не осындай. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше, қош, сау болыңыздар.